Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай әдемі ерекше хит тойбастар жасап үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Ең алдымен бізге осындай заттар керек болады. Ол майлық, мендегі майлықтың размері 30-30, одан кейін крафт бумага, лента, бирка, қайшы, самокрой, двусторонний скотч және де бидай керек болады. Осы бидайды, кстати, менен сатып алсаңыздар болады. Мен сатамын. Енді крафт бумага өзіңіздің майлығыңызға сай етіп кесіп аласыздар. Менде 30-30 осылай орал тұрған күйінше крафт бумаганы ені 18, ұзындығы 25 етіп қиып алдым. Енді майлығымызды осылай домалақтап ораймыз ең алдымен. Одан кейін осы крафт бумагамызға ішіне салып орайтын боламыз. Видеодағыдай дұрыстап мұқият қарап алыңыздар. Енді осы жақ шетінен двусторонний скотч жабыстыратын боламыз. Сонымен осы крафт бумагамызды бекітіп қоямыз. Жабыстырып болдым. Енді екі осы жанынан кішкене орын қалдырамыз. Крафт бумаганы кішкене шарп қоямыз. Енді мына жақ шеті менікі қатты ұзын болып кетті. Сондықтан осылай артық жерін кесіп алам. Сіздер де сөйтіп кесіп алсаңыз болады. Болмаса өйстіп қалдырсаңыз да болады. Просто мен майысып кете ма деп ойладым да, жауын болып қала ма деп клиентке тапсырып жатқан кезде. Сосын одан қайта кесіп тастайын осы жерін деп кесіп тастадым. Келесі кезекте лентамызды қиып аламыз. Мен лентамды 50 см қидым. Кішкене қысқа болып қалды. Сіздер 60 см қисаңыздар болады. Енді биркамызды қиятын боламыз. Менде осындай 4 бұрышты бирка болды. Осындай менде доска для беговки бар. Кстати, бұл доска для беговкиді менен сатып алсаңыздар болады. Бағасы қолжетімді 6000 теңге. Осындай кесетін пышағы бар шетінде, және де беговка жасауға арналған өзінің тағы пышағы бар тоже, нож деп айтады, или палочкасы бар десек те болады. Мына жеріне досканың сықтарына қойып беговка жасап алсаңыз болады. Өте күшті зат, маған қатты ұнады. Осылай тез-тез қиып шығасыздар. Бирка болсын, шоколад болсын, копилка болсын, пирамида, бомбонеркаларын бәрін осылай күшті етіп кесіп шығады. Барлық қалаға доставка жасаймыз. Тағы да басқа неше түрлі заттар бар тойбастарға арналған. Ол үшін менің парақшама өтсеңіздер болады, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді биркамызды осылай драконмен тесеміз. Одан кейін лентамызды әдемілеп жаңағы майлығымыздың сыртынан орайтын боламыз. Бірінші осылай бір байлап аламыз. Одан кейін бирканы өткізетін боламыз. Мен өзім сөйтіп істеймін. Сол кезде ашылып кетпейді, әйтпесе ашылып кетеді. Бір рет осылай байлаймыз. Енді бирканы өткіземіз бір лентаға. Одан кейін тағы бір рет байлаймыз. Потом бабочка істейміз. Бабочка істеп әдемілеп сөйтіп жасап болғаннан кейін уже соңынан бидайды қыстырып қоятын боламыз. Енді бағана видеода ең басында көрсеткен бидайды, ұзын бидайды өстіп қысқартамыз, қиып, және де осылай лентаның астына просто қыстырып, осылай кигізіп осылай қоямыз. Артық жерін қайшымен қиып тастаймыз. Сол кезде өте әдемі тойбастар болып шығады. Видеом ұнады деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.